Салем достар, сіздермен Мачо Геймер. Бүгін мен сіздерге Дрим Лига 2019-да Барселонаның составын жасауды көрсетемін. Сіздер ол үшін осы видеоның сілтемесіне кірсеңіздер, астына кірсеңіздер, осы видеоның сілтеме тұрады. Сол сілтемені бассаңыздар, осындай нәрсеге кіреді. Сіздер осылай астыға қарай түсіп, келіп осындай Document ve Google Drive деген тұрады, соны бассаңыздар. Қазір осылай шығады міне. Не үшін Барселонаны шығарып жатыр деген ойларыңыз болса, айта кетейін, бүгін аптаның екінші күні вторник, Боруссия Дортмунд пен Барселона арасында өтетін матч. Сол матчта мен Барселонаны жеңгенін қалап, кішкене алдаған қолдау көрсетейін деп отырмын. Сол үшін жасап жатырмын. Келесі видеода міндетті түрде Боруссия Дортмундты шығаратын боламын. Немесе сіздердің мысалы пікірге қалдырып кеткен командаларын шығарамын. Оны көре жатармыз. Егер ешқандай пікір қолданбаған жағдайда Боруссия Дортмундты шығарамын Дрим Лига 2020-да. 2019-да оны жоқ екен білесіздер. Соны бар қылу керек. Менің жоспарым. Nerede кішкене свет ұстамай жатыр. Так. Қайттан кіріп көрейік. Міне достар, осылай шығады. Осылай шыққан кезде мына стрелканы бассаңыздар. Осындай шығады. Скачать на телефонды басасыздар міне тарыны. Ол менде скачать етіліп қойды. Енді мен қазір сіздерге дәлел ретінде көрсетейін дегенім. Дрим Лигаға кірсеңіздер. Қазір мен сіздерге оны жасаған жоқпын әлі. Менде міне составым Ивонстікі, Манджукиш, Роналдо, Дибала, Матюди, Хедира, Пьяниш. Осылар тұр. Енді жаңағы жаңағы файл скачать етіліп болғаннан кейін Зарчайверге кіресіздер. Зарчайверге кіресіздер. Кірген кезде астыға қарай түсесіздер. Түскен кездеріңізде осындай шығып тұрады. Окей досын лейтс деген шығып тұрады. Осыны басасыздар. Басқан кездеріңізде Фики Барселона 19-20 TMK Сан-Лого GTZ деп тұрады. Осыны бір рет бассаңыздар осындай шығады. Және соны распаковать дегенді басасыздар. Басасыздарда мына жердегі внутренняя памятқа басасыздар. Ең шетіндегі внутренняя памятті басасыздар. Сосын Androidты басасыздар. Бұндай кезде сіздер экранды былайынан көлденен ұстағандарыңыз жөн. Сол кезде анық істеледі. Сосын мына жердегі дата дегенді басасыздар. Androidқа кіргеннен кейін датаға кіргеннен кейін мына жердегі жасыл кішкентай ғана осындай кнопканы басасыздар. Осындай шығады. Сосын применить это действие ко всем файлымды басасыздар да заменитті басасыздар. Егер сіздер осының алдындағы видеоны көрсеңіздер, ол сіздерге түсінікті болады бұны жасау. Сосын жарайды, енді Дрим Лигаға оралайық қайттан. Составқа кірістік. Мен шығып кетейін қазір бұл Дрим Лигадан. Сосын қайта кірген кезде мен файлдар бір-бірімен алмасып үлгермей жатып кіріп қойыппын. Сондықтан кішкене ол дұрыс шықпайды. Сол қазір бір рет шығып кірсеңіздер, міндетті түрде шығады. Қазір міне достар көрген шығарсыздар. Суарес, Месси, Гризман, Де Йонг, Ракитич, Бускетс, Альба, қандай защитник, Енгелис па? Пике, Семедо, Тер Штеген, Артур, Рафиня, Дембеле, Видаль, Умтити, Нето, танымайды екен мынау жалады. Және былай. Ой, команда деген тұр міне. Киімдерінің бәрі Барселонаның киімдері міне. Достар, осылай мен Барселонаның құрамасын жасадым. Енді осы видеоның комментариясына өтініш сіздерге жазып кетіңіздер, қандай команда шығарайын. Ювентус болса Ювентус, мысалы Арсенал болса Арсенал. Кез келген бір командаларыңыз жазып кетіңіздер, мен оны шығаруға тырысамын және шығарамын да. Осы видеолардың комментариясында ешқандай не жоқ, команданың аты жоқ. Мен өзім қалауымды не шығарым келеді, соны шығарып жатырмын. Ол сіздерге ұнамауы мүмкін. Сондықтан комментарияға жазып кетіңіздер, сол команданы міндетті түрде келесіде шығаратын боламын.
Видеоны лайк басып каналга жазамын достар, және келесіде қандай команда шығарайын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар достар.